Yo-moyo, xalq ko'chilib ketdi. Xalq ko'chilib ketdi. Ketish qo'zg'atildi. Qarshimdan xalq. Militsiyalarga da to'xtamaydi. Hech kimga to'xtamaydi. Олар арттарынан келе жатыр. Ну а что они сделали? Ну кого они такие злые? Причем тут люди Шымкента, которые служат по ногам? Это же... Может, в тюрьме хуй не нашел? Вот они встали. Дорогу перекрыли. Жол жаппак шой. Жолды жаппак. Жолды жауып атыр, нәрсе. Шақырып отырғандар қарсаш. Ай. Не істеп жатыр? Шақырып отыр. Кімді шақырып жатыр? Анау әйел шақырып отыр. Қолын бақлашын банкті сатып кетті. Бізді шақырып отыр, бізді шақырып отыр. Не деп жазып қойған? Посмотрите, на вас смотрят и показывают вам пальцем, вон, фу, вы говорите. Типа идем сюда. Пойдем, говорит они. Да? Я не увидела. Арман, что у нас с заявкой «Привет»? Вот это вчерашний турецкий магазин. Он мне на WhatsApp уже пишет. А в чем проблема? Они проходят куда они? Жаңа Бекжан базарына жиналып атты ғой бәрі. Үйге бармаймыз деп айтып отыр. Арысқа қайтпаймыз дегендер ушым кетіп отыр бәрі мияққа. Бекжан базардан бері қырып жаяу келіп отыр. Дұрыс істейді, бармау керек, топкесін үйді. Ешкімге келеміз, экспортымыз алды, қанша қаржы кетті. Бұдан да сонда көмектеспейді. Ана қаржы Аняққа алды, уже кетіп қалған ары қарай. қаржы шығару үшін үлкен қаржы экспортын кімге керек ол? Соған кеткен қаржы сол қаруды шығару керек еді. Сол кезде дұрыс не болмас еді. Дұрыс. Жолдың бәрін босатып отыр. Мен айтамын да, Қазақстанда осындай нәрсе жасамаса ешкім жаман көрмейді, жұмыс қойып отыр. Бес баланың өліміне дана 21-ін берді, алдап былай қарай ниетті аударып жіберді көңілді. Шуламасын. Не істер екен, ана қайтпау керек. Ринаттар енді шығу керек. Бекжан базардан осы жаққа жаяу келіп отыр бәрі. Yerге бәрі тоқтады, үйіліп жатыр.